Банк қызметкері бізді қалай қорқытады? Жақында бір танысым ақшалай кредит алуға банкке барады. Сол кезде банк қызметкері жаңағы страховкасымен алсаңыз пайызы аз екенін түсіндіріп, страховкамен кредит рәсімдейді. Одан кейін рәсімдеп болғаннан кейін танысым сұрамай ма, барлығы қазір страховканы қайтарып жатыр, сол страховканы мен де қайтарып алсам болады ма деп. Сол кезде банк қызметкері, егер де сіз страховканы қайтарып алсаңыз, сіздің пайызыңыз өсіп кетеді деп қорқытады. Және оны сіз тек қана кредитті ерте жапсаңыз ғана қайтарып алуға болатындығын айтады. Алайда бұл өтірік. Егер де сіз кредит алып, оның страховкаға ұсталған ақшасын 14 күнде заңды түрде қайтарып аласыз. Ал жаңағы мен танысым банк қызметкерін тыңдап, сол кредитті бір жылдан кейін жауап болғаннан кейін бараса, ол страховкаға қайтаратын ешқандай ақша қалмайтын еді.